Самұрық энерго акционерлік қоғамы Қытайдың Energy China компаниясымен бірлесіп Түркістан облысында қуаты 300 мегаватт болатын күн электр станциясының құрылысын бастады. Аталған жоба компанияның ұлттық энергия саласын жаңғыртуға және өңірдегі жаңартылатын энергия көздерін дамытуға бағытталған ең ауқымды бастамаларының бірі. Күн электр станциясының іргетасын қалау рәсімінде Самұрық энерго акционерлік қоғамы басқарма төрағасы Қайрат Мақсұтов бұл жоба компанияның төмен көміртекті генерацияға және заманауи энергия жүйесін дамытуға кезең-кезеңмен көшу жөніндегі стратегиясының маңызды бөлігі екенін атап өтті. Бұл жоба тек аймақ үшін ғана емес, еліміз үшін де маңызы өте зор. Жаңа станция Қазақстандағы ең ірі күн электр станцияның бірі болады. Оңтүстік өңірдің электроэнергия тапшылықтың азайтуына әсер етеді. Жобаға тартылған инвестиция көлемі шамамен $300 миллион болады. Ал объектіні пайдалануға 27 жылдың 1-тоқсанына жоспарлап отырмыз. Бүгінгі таңда Самұрық энергияның инвестициялық портфелінде 7 жоба бар. Жалпы қуаттылығы 5 гигаваттай құрайды. Жиында облыс әкімі жобаның іске қосылуы аймақтың энергетикалық әлеуетін арттырып, жасыл энергетика үлесін ұлғайтуға мүмкіндік беретінін айтты. Қазіргі біз тұтынып отырған электр энергияның 75% сырт көздерден келіп отыр. Алдағы уақытта осындай жобалар есебінен қажетті электр қуатын өзіміз бере алатын осындай мүмкінге жететін боламыз. Мамандардың айтуынша, мұнда құрылыс кезінде күнді бақылау механизмі бар жаңа буынның фотоэлектрлік панельдері қолданылады. Генерацияның тұрақтылығын қамтамасыз ететін және қуат көзін желіге беру тиімділігін арттыратын энергия жинақтау жүйелері орнатылады. Бұдан бөлек 500-ге жуық тұрғын жұмыспен қамтылады. Жандос Жұмабек, Ерболат Әбіш, Қуаныш Абуов, 24 KZ, Түркістан облысы.